ютубта не істесең де өзің сүйіп істейтін істі жасаңдар деген осы сөз хит болып жүр қазір. Қарапайым көрінгенімен осы жерден көп каналдар қате жібереді. Көрермен көбінесе үлкен каналдарды таңдайды, видеосын көреді және сіздің каналыңызды кейінге қалдырады, тіпті ұмытып та кетеді. Міне ютубтың алгоритмінің айналдырудың кішігірім, бірақ мықты тәсілі осы. Қай видеолары атқан, қай видеолары көп қаралым жинаған, қай видеолары ең төмен қаралым жинаған, неге атпай қалған. Сәлем достар, біз бүгін ютубта тез өсуге, каналды дамытуға және табыс табуға көмектесетін ең маңызды тақырыптардың бірін айтатын боламыз. Ол бәсекелестікті, яғни қарсыластарды зерттеу. Дәл сол, сізге ұқсас арналар не істеп жатыр және сіз алдағы уақытта не істейсіз. Қарапайым көрінгенімен осы жерден көп каналдар қате жібереді. Неге маңызды? Егер сіздің